Мен Алматы облысы Іле ауданы Боролдай кенті номер 39 гимназияның математика пәнінің мұғалімі Өмірзақова Гүсара Налиманқызы. Бүгінгі сабағымның тақырыбы мәтіндік есептерді шешуде екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін пайдаланып есептер шығару 6-шы Ә сыныбында өткіземін. Ал балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі арқылы шешу. Негізгі мақсатымыз мәтіндік есептерді екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін құрып, соны шешеміз. Кетті. Ал балалар, бүгінгі сабағымызды шарттық шеңбермен бастайық. Ортаға шығамыз. Бүгін терезеден бізге міне тұр қарап, сондай жақсы көңіл күймен басталады бұл сабақ. Ал балалар, әртүрлі фигураларды алып, мен қандаймын деген ойын ойнап топқа бөлінеміз. Сабағымызды бастамас бұрын жетістік жолына орналасамыз. Жетістік жолында тұрғандардың бойынша мына жерге белгілеп қояйық. Білмеймін, шешем, білемін, түсінемін, басқаларға көмектесе аламын. Үшеу. Ал жақсы балалар, орындарына отыра қойыңдар. Сабақтың мақсатын ашу үшін мен әр топқа конверттер тараттым. Сол конверттің ішіндегі тапсырманы алып, орындаймыз, постермен жұмыс жасаймыз. Ал балалар, постермен жұмысты қайсысын аяқтадыңдар, қай топ аяқтады, кәне. Бірінші топ аяқтаған екен, олай болса бірінші топты топ басшысы бастап қорғайды. Ал постерлерді қорғайды. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу және оның қасиеттері. А x қосылған b, y қосылған с тең 0 түріндегі теңдеу екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп аталады. Мұндағы x пен y айнымалылар, ал a, b және s қандай да бір сан. Оның екі қасиеті бар. Бірінші қасиеті теңдеудің қосылғыштық таңбасын қарама-қарсы таңбаға қоюы және оны бір жақтан екінші жаққа ауыстыруы, берілген теңдеуді сәйкес теңдеуге ауыстыруы. Ал екінші қасиеті теңдеудің екі жағын да көбейтсек немесе бөлсек, берілген теңдеу мәндес теңдеуге түрленеді. Жақсы, балалар, бағалаймыз, отыра қойыңдар балалар. Ал енді басқа топтар бірінші топтың жұмысын бағалаймыз. Бас бармақ әдісі бойынша. Жақсы, рахмет. Бағалаушылар, сендерге бағалау парақтары таратылған, соған белгілерін соға беріңдер. Балаларды қойыңдар. Ал балалар, келесі тапсырмамыз деңгейлік тапсырмалар. Әр топқа тапсырма таратылды, сол тапсырмаларды орындайсыңдар. Тапсырманың соңында кері байланыс жасаймыз бағдаршам әдісімен. Түсіре жасаңдар.
Екі санның арифметикалық ортасы 19-ға тең, айырмасы 4-ке тең. Мен бұл тапсырманы орындау үшін екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің қосу тәсілін пайдаландым. Жауабында 21-де 17 шықты. Асхат қорадағы жайылып жүрген лақтарды және тауықтарды аяқтарын санағанда барлық аяқтар 46-ға тең болды. Олардың бастарын санағанда 17-ге тең болды. Асхаттың қорасында неше лақ және неше тауық бар? Мен бұл мәтіндік есепті шығарғанда екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулердің қосу тәсілін пайдаландым. Сонда жауабы 11 тауық және 6 лақ шықты. Ал енді балалар, сендер 4 тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Сабақты, тақырыпты жақсы меңгергендерін көрсеттіңдер өздеріне. Енді осы тапсырмаларды бағдаршам әдісімен бағалаймыз. Ал балалар, кері байланысымызды бағдаршам әдісімен көрсетейік. Ал Алмат, сен не себепті жақсы көрсеттің? Өйткені олар істеген істер және де жұмыстар нақты жақсы болды. Ал бұл не себепті сәл көрсеттің? Жұмыстары жақсы болғанмен де, бұдан да тиімді әдіс қолдануға болушы еді. Жақсы. Келесі тапсырмамыз Білімлейн сайтынан алынған тапсырмалар. Қазір бірінші Білімлейн сайтында сендерге бір тапсырманың үлгісін түсіндіреді. Әрі қарай екі қосымша тапсырма береді, соны орындаймыз. Мұқият тыңдап отырыңдар. Белгілі бір жұмысты істейді. 45 минут бірге жұмыс істегеннен кейін бірінші жұмысшы басқа жұмысқа ауыстырылды да, екінші жұмысшы қалған жұмысты 2 сағат 15 минутта бітірді. Егер бірінші жұмысшы осы жұмысты істеу үшін екінші жұмысшыға қарағанда 1 сағат көбірек уақыт жұмсайтыны белгілі болса, онда жұмысшылардың әрқайсысы осы жұмысты жеке істесе қанша уақыт жұмсар еді? X тек барлық жұмысты істеуге кеткен бірінші жұмысшының уақытын, ал Y-тен екінші жұмысшының уақытын белгілейді. Берілгені бойынша X тең Y минус 1 теңдеуін құрамыз. Барлық жұмыстың көлемі 1-ге тең. Онда 1 бөлінген X бірінші жұмысшының еңбек өнімділігі, ал 1 бөлінген Y екінші жұмысшының еңбек өнімділігі болады. Олар 45 минут, яғни 4-тен 3 сағат бірігіп жұмыс істеді. Екінші жұмысшы жалғыз 2 сағат 15 минут, яғни 4-тен 9 сағат жұмыс істеді. Сонымен біз 2 теңдеуден тұратын жүйе шығардық. Енді жүйені шешейік. Ол үшін бірінші теңдеудегі X-ті екінші теңдеудегі X-тің орнына қоямыз. Екі мәннің арасынан мағынасы жағынан Y-ге келетінін таңдаймыз. Y 1 тең 45 минут. Бірақ жұмысшылар 45 минут бойы бірігіп жұмыс істеді. Ал содан кейін екінші жұмысшы жеке өзі жұмыс жасады. Сондықтан Y 1 тең болады 4-тен 3 мәні тапсырманың мағынасы жағынан келмейді. Іздеп отырған мән Y 2 тең болады 4 сағат үшін бірінші теңдеуден X-тің мәнін табамыз. X тең болады 4 минус 1, яғни X тең болады 3 сағат. Жауабы бірінші жұмысшы 3 сағатта, ал екінші жұмысшы 4 сағатта істейді. Сендерге мынандай тапсырма берілген, осы тапсырманы орындау керек. Бағлан келе ғой. Тапсырманың жауабы қайсысы? Дұрыс. Ал екінші тапсырмаға қарай. Енді сабағымыздың қорытындылай келе, бағана біздер жетістік жолында басында бастаған болатынбыз. Соңғы сабағымыз кері байланысымызда жетістік жолымен бағалаймыз. Соның ішінде әркім өзін өзі бағалау. Осы келесіндерді мына жерде кім қай сатыға келді, мына жетістік жолындағы соған келіп тұрамыз, орналасамыз. Ал балалар, сендер жетістік жолында тұрсыңдар. Мен сендердің мына сатыдан бір сатыға жетістік баспалдағына көтерілгендеріңді көріп тұрмын. Ол туралы не айтасыңдар? Ал Әмина, сен білмейміннен білемін сатысына көтеріліпсің. Ол туралы не айтасың? Мен алдыңғы сабақтарда білмей есептерді жүрген, қазір енді біліп кішкене бір сатыға жоғарыладым.
Жақсы. Ақбота, сен түсінемін сатысына көтеріпсің. Ол туралы не айтасың? Алдыңғы сабақтарда мен білсем де кейбір тапсырмаларды түсінбедім, есептерді шығара алмадым. Ал осы сабақтың арқасында мен барлығын түсіндім және де сондықтан да бір сатыға жоғарыладым. Жақсы. Алдыңғы сабақта мен түсінсем, тек қана өзім шығарылатынмын. Ал бүгінгі сабақта мен басқаларға көмектесетін деген дәрежеге жеттім. Бұл сабақта мен басқа оқушыларға да көмектесе алатын дәрежеге жеттім. Сол үшін мен бір сатыға көтерілдім. Өте жақсы. Ал балалар, бүгінгі сабаққа жақсы қатыстыңдар. Бағалардың бағалау парақтары бойынша балдарын қойылып, бағаларын міне тақтада тұр. Ал сонымен сабақ жақсы қорытындыланды. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.